Сіздерге мен тиктоктан қалай 2-3 эффектімен және музыканы таймерге қойып қалай оңай әрі тез видео жасауды көрсететін боламын. Каналдан алыстамаңыздар. Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Тикток приложениесін ашып, ішінен өзіңіздің қалаған музыканы таңдап аласыз. Таңдаған соң сразу эффектінді таңдап аласыз. Қандай эффект ұнайды, таңдап аласыз. Сосын таймерге кіріп, өзіңіздің жаңағы қалаған жеріңізге дейін сол қызыл сызықты қоясыз мына жерде тұрған. Егер музыкаңыз 15 секундтан көп болған жағдайда 60 секундқа қойыңыз. Сосын міне таңдап алып жатырмын мен мына жерде. Белгілеп алған соң қасыңызды іздейсіз әдемілеп. Сосын начать отсчет деген жазуды басасыз. Мен мына жерде звугын алып тастадым, өйткені авторский праваға жалып болады. Сол үшін жалпы Мадина Садуақасованың "Ол қыз" деген әніне түсіріп жатқан болатынмын. Енді келесі эффектін таңдап аламыз. Мен жігіт таңдап аламын. Жігіт айтады ғой, сол үшін жігітті таңдап аламын. Осылай. Қазір таймерді басып, тағы да келесі керекті жеріме дейін белгілеп аламын. Мына жақта да звугын алып тастадым. Егер толық нұсқасын көремін десеңіздер, тиктоктан көрсеңіздер болады. Енді келесі эффектіні қайта таңдап аламын. Өзіме ұнаған. Мен жолдасым көріп күліп жатыр менің түріме. Келесі эффектіні таңдап аламыз. Қайсысы ұнайды, соны таңдап аласыз. Енді жүктей берсеңіз болады тиктокта.